сабақтарға жалғастырамыз. 1995 жыл. 1995 жылы 1 наурызда президент жарлығымен Қазақстан халықтарының ассамблеясы құрылды. 1995 жылы 29 сәуірде өткізілген бүкіл халықтық референдумда сайлаушылардың 95,4% президент өкілеттілігінің мерзімін 2000 жылдың желтоқсанына дейін ұзартуды жақтап дауыс берді. 1995 жылы сәуірде Қазақстан аумағынан ядролық қарудың соңғысы шығарылды. 1995 жылы 30 тамызда конституциялық өзгерістер процесі аяқталып, қазір Қазақстан Республикасы қолданыстағы конституциясы қабылданды. Конституция бөлімдерін жалпы ережелер, адам және адамзат, президент, парламент, үкімет, конституциялық кеңес, соттар және сот төрелігі, жергілікті мемлекетті басқару және өз-өзін басқару қорытынды және өтпелі ережелер, мемлекеттік билік, заң шығарушы, атқарушы, сот билігі.